Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Барлығыңызды да 25 мамыр, яғни оқу аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгінгі түсірілімде сіздерге биыл шынымды айтайын өте жай егіп жатырмыз. Негізі көбінесе 9 мамырларда сондай уақытта егетін едік. Биылғы кезде енді тіпті бүгін 25 мамырдың өзінде де күн кәдімгідей салқын. Бірақ та енді прогноз погодаға қарап отырамыз, яғни ауа райына. Сонда кішкене 19-18 градустар енді жақсы деп айтады. Оған дейін қызанақтарымды жайлап еге берейін деп жатырмын. Менде артығымен болғандықтан мен ешқандай да қорықпаймын. Енді сіздерге бүгінгі түсірілімдерде қызанақты сіздермен бірге егейін деп тұрмын. Алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, енді өте ерте кезде қасып қойдық. Барлығында осы жерге қызанақты да қиярды да егемін. Қалған жерлердің барлығы енді қазатындай реті жоқ, сол себепті арам шөп болып жатыр. Керек кей жерін өзім қазып алатын боламын. Енді мына жерде кезекті рәдкі болып тұр, кәдімгідей қатар болып. Енді кезекте мен қазіргі қызанақты, менде стакандағы қызанақтарды отырғызайын деп жатқан жоқпын. Себебі менде екеуі бар, яғни біреуі мынандай кәдімгі бірігіп өсіп жатқан түрі. Қазір көрсетейін біреуін. Міне бірігіп өсіп жатқан түрі, және де міне осындай жаңа бөлек-бөлек осындайдың біреуі бөлек стаканда өсіп тұрған қызанақтар бар. Ендігі кезекте мен стакандағын емес, осындай бір-бірлеп отырғызылып тұрған қызанақтарды, жаңада бірігіп тұрған қызанақтарды отырғызайын деп тұрмын. Неге? Себебі бұлардың енді қанша дегенмен тамыры зақымдалғасын, кішкене өсуі тежеледі. Сол себептен жаңағыдай осыларды бірінші отырғызамын. Бұл жерде менде ерте пісетін сорттар, гурман, және де мына жерде восход вне сока, толстый джек, тағы бір деген 3 түрлі сорт бар. Бұлардың барлығы да өте ерте пісетін қызанақтар. Ең бірінші осыларды отырғызатын боламын. Байқасаңыздар, барлығы да фиолетті түс болып кеткен. Бұл жаңағыдай аяздың, салқындықтың кесірінен осындай түске боялып кетеді. Жылыжайда тұрса да, қанша дегенмен міне жылыжайда іші қанша дегенмен салқындау. Сол себептен осындай түске боялып кеткен, бірақ та үстіме сол күйі тұр. Міне өте керемет болып. Енді мен осыларды жайлап отырғыза беруім керек. Ең бірінші әрине жерді қазып аламыз. Содан кейін сіздерге көрсетейін. Мен бірден салып кетейін деп тұрмын. Алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, кәдімгі күл. Ағаштарды жағасыздар ғой, ағаштарды, жаңа шөптерді, содан қалған міне күл, дымқылдау. Және де оның астында сіздерге көрсетейін. Кәдімгі аққұм бар. Сол аққұм екеуін мен араластырып жатырмын міне. Бұл не үшін? Күл ол кәдімгі калий. Калий дегеніміз қызанақтың өсуіне, өнімінің өсуіне, жаңағыдай кейбір қызанақтар тоқтап қалады, жаңағыдай сондай болады ғой. Соның өсуіне және де тәттілігіне жауап береді. Құм, мына құм не? Құм бұл кәдімгі дымқылдықты ұстау мақсатында араластырып сөйтіп егейін деп жатырмын. Араластырып қойдым. Каждыйына әрбіреуіне осылай тек салып шығамын. Міне осылай. Одан артық салмаймын. Енді кезекте мен қазір жерін дайындайын. Шеттен бастаймын. Айта кететін жайт, және де міндетті түрде жұмыртқан қабы болса, солардың барлығын қосып шығамын. Бұл неге? Бұл кәдімгі біз тауықтарға жаңа ракушкинді де береміз, шөлмекті де береміз. Содан құрылған кальций болып саналады. Сол себептен осыны осылай салып қосып жіберемін. Әбден. Яғни бұл өзі кішкене кальций болып саналады. Осылай салып шығамын. Бұл жалғыз қызанаққа емес, бұны қиярға да істеуге болады. Және де тәтті бұрыштарға да осылай салып шықсаңыздар болады. Ең бірінші мына жерде жерімізді дайындап аламыз. Мен көбінесе бір жерге екі-екіден егем. Себебі менде жер көп болғанымен ол қазатаным жоқ. Сосын бізде жерде мен көріп тұрсаңыздар, көрін салып кетіп жатайды. Сондай шөптер өте көп. Яғни тамыры деген енді қиыншылық. Сол себептен қазу бізге қиындық тудырады. Көбінесе талдар егіп тастап жатырмыз. Қызанақтарды өзіме көп өнім алу мақсатында біреуін екі-екіден егіп шығамын. Жаңа бір жерге екі-екіден егіп шығамын. Қазіргі кезде міне алам. Үзіліп жатыр. Біреуін қуаттым. Дәл сонда енді үлкенін алам. Осылай салып, көрдіңіздер ғой. Осылай салып, мен бір жерге екеуден салып тұрын көрдіңіздер ғой. Енді қаламызды аламыз да. Жаңағы араластырылған қоспамыздан бір ғана қалақ салып шығамын. Қалғанына енді топырақ жауып шығамын. Болды, басқа ештеңе істеудің қажеті жоқ. Мына осылай жатай берсін, өзі жаңағыдай көтеріле қояды. Егер қызанақтарыңыз ұзын болса, жатқызып егуге болады. Менікі енді ұзын да емес, кішкентай да емес, өте жақсы көлемде. Міне көріп тұрсыздар ғой да.
міне екеуі екі жақта тұр, арақашықтықтары кішкене алыстау, себептен бірге өскен кезде бір-біріне тырысып қалады. Сол себептен кішкене арасын ашып істеп тұрмын. Міне су құямыз, болды, басқа ештеңе қажет жоқ. 3-4 күннен кейін міне басқаны тағы да топырақ салып жіберемін кішкене. Қанша деймін нәтиже тесіліп қалмау мақсатында. Содан кейін мына екеуі өздері былай көтеріліп кетеді. Міне қазір жатып тұрғанмен міне осылай көтеріліп өте күшті болып шығады. Содан кейін барып әбден өскен кезде байлай қойсаңыздар болады. Міне бұл қызанақ ондай үлкен болатын қызанақ емес. Әлі кетсе 60-70 сантиметр болады, одан артыққа бармайды. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, әлде егудің көкесі енді алда. Сол себепті де менімен бірге болып, менімен бірге ексеңіздер болады. Мен қазіргі кезде Батыс Қазақстанда бізде әлі күн салқындау, дегенмен де жайлап осылай ашық тамырларды жерге қалыптасып кеткенше ашық тамырларды егіп жатырмын. Және Яндекс.Дзен парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Осы видеоның астында ода да көптеген мәліметтерді шығарып отыратын боламын.